Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте бірінші тақырыптың тобына байланысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастыратын боламыз. Ең алдымен біз екінші жаттығудың бірінші есебінен бастайық. Бұл жерде екінші жаттығуда берілгені мынандай: қатынастарды жазыңдар. Яғни 8-дің 5-ке қатынасын сөз түрінде жазылған, біз оны қатынас ретінде жазуымыз қажет. Қатынастарды жазудың екі түрі бар, сіздер оны жақсы білесіздер. Яғни бірінші түрі бөлінді түрінде жазыламыз. Яғни бірінші алдыңғы мүше ретінде 8-ді жазамыз, бөлу 5. Немесе бөлшек түрінде жазуға болады. Тура осы қатынасты бөлшек түрінде жазып көрейік. Яғни алдыңғы мүше бөлшектің алымына жазылады, жоғары жағына, ал соңғы мүше бөлшектің бөліміне жазылады. Бұл екеуі де бірдей мағынаны білдіреді, тек қана бөлуді бөлшекпен ауыстырып жаздық. Мінекей осылайша қатынастың екі түрінде мысал ретінде қарастырдық. Немесе 0,5-тің 5-ке қатынасын жазыңдар дейді. Оны да біз 0,5-тің 5-ке қатынасы ретінде жаза аламыз. Немесе бөлшек түрінде жазуға болады. Енді үшінші жаттығу. Үшінші жаттығуда берілгені мынандай: қатынастарды оқып есептеңдер. Сабақты түсіндіру барысында айтып кеткен болатынбыз, естеріңізге түсіріңіздер. Бұл қатынасты былайша оқитын едік: 78-дің 13-ке қатынасы. Ал енді бұл қатынасты есептеу үшін 78-ді 13-ке бөлсек жеткілікті. 78-ді 13-ке бөліп жазатын болсақ, онда бізде 6 деген жауап шығады. Яғни бұл қатынастың сан мәні 6-ға тең екен. Осылайша оқып, біз есептеп шықтық. Қалған есептерді тура осылай оқып, есептеп жаза аласыздар. Бұлар сізге тек қана мысалдар болатын. Ал енді төртінші жаттығу. Төртінші жаттығудың берілгені мынандай: қатынастарды қысқарту арқылы оған тең қатынасты табыңдар. Яғни бізде мынандай бір 24-тің 15-ке қатынасы берілген, осыны қысқарту арқылы оған тең қатынасты табайық. Сіздер бөлшектің бір қасиетін жақсы білесіздер. Бөлшектің алымында бөлімінде бірдей санға бөлетін болсақ, яғни бірдей санға қысқартатын болсақ, онда оның мәні өзгермейтін. Қатынастарда да осы қағида орындалады. Қатынастың бірінші және соңғы мүшелерін бірдей санға бөлетін болсақ, онда қатынастың мәні өзгермейді. Осы қатынасқа тең қатынас шығады. 24-те 15-те қандай санға бөлінетінін естеріңізге түсіріңіздер. Ол екеуі де 3-ке бөлінеді. Яғни демек 3-ке қысқартамыз. 24-ті 3-ке бөлетін болсақ, онда 8 болады, ал 15-ті 3-ке бөлетін болсақ 5 болады. Сонда 24-тің 15-ке қатынасын қысқартып жазатын болсақ, оған тең қатынасқа ауыстырсақ, оны 3-ке қысқарттық. Сол кезде 8-дің 5-ке қатынасы деген қатынас шықты. Олар өзара тең. 6-шы есепте 42-ның 45-ке қатынасы. Бұл жерде де алдыңғы және соңғы мүшелерін бірдей санға бөліп қысқартамыз. Яғни 42-де 45-те тағы да 3-ке бөлінеді. 42-ні 3-ке бөлетін болсақ, онда біз 14 деген жауапты аламыз. Ал 45-те 3-ке бөліп жазатын болсақ, онда 15 шығады. Сол кезде 42-ның 45-ке қатынасына тең қатынас 14-тің 15-ке қатынасы деген бір жаңа бір қатынасты алып алдық. Яғни қатынастың алдыңғы және соңғы мүшесін бірдей санға бөлетін болсақ, оған тең қатынас шығатын жайлы жоғарыда айтып кеттік. Ал енді бірінші тақырыпқа байланысты ең соңғы мысалымыз, яғни 6-шы жаттығудың бірінші есебін қарастырайық. Бұл жерде 2 ғана есеп берілген. Екінші есепті осы мысал негізінде өздеріңіз шығарасыздар. Берілгені мынандай: 2 санның қатынасы 3-ке тең. Оның соңғы мүшесі 7-ге тең болса, қатынастың алдыңғы мүшесін табыңдар. Бізде 2 санның қатынасының мәні берілген және оның соңғы мүшесі берілген. Алдыңғы мүшесі белгісіз. Сонда алдыңғы мүше белгісіз болғандықтан оны x деп жазып алайық. Ал соңғы мүше бізде белгілі, яғни 7-ге тең. Ал қатынастардың мәні берілген 2 санның қатынасының мәні ол 3-ке тең. Сол үшін тең 3 деп жазамыз. Қарапайым теңдеу. Яғни алдыңғы мүшені табу үшін теңдеуді шешсек жеткілікті. Сонда x тең болады. 7 бөлініп тұр, ол теңдіктің екінші жағына көбейту болып өтеді. 3-ті 7-ге көбейтеміз. Сонда x-ымыз, яғни алдыңғы мүшеміздің сан мәні 21-ге тең болады. 21-дің 7-ге қатынасы 3-ке тең екенін сіздер жақсы білесіздер. Осылайша біз берілген мәндер арқылы қатынастың алдыңғы мүшесін тауып алдық. Осымен бірінші тақырыпқа қарастырған мысалдарымыз аяқталды. Қалған есептерді осы мысалдардың негізінде шығара аласыздар.